Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ардан Айтин каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сетка, паутинка шапканың осындай түрін тоқып үйренетін боламыз. Менің видеоларымды аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Бұндай шапка тоқу үшін мен ярнар джинс жібін қолданамын. Бұл жерде 45% акрил, 55% хлопок и 50 граммда 160 метр. Крючок номер 2 и қайшы керек болады. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші өзімізге ыңғайлы тәсілмен бір петля жасап аламыз. Кольцо амигуруми деп те атайды. Мен осылай жасап аламын. Өзіңізге ыңғайлы тәсілмен жасап алыңыз. Мына қысқа жіпті тартқан кезде мынау бүйтіп жиырылу керек мына жағы. Осы кольцоның ішіне енді біз 3 воздушный петлямны. Кольцоның ішіне крючокты өткіздім. Одан кейін аяқтағы жіп тартып шығарамын. 3 воздушный, 1, 2, 3. Енді осы кольцоның ішіне, осы воздушный мен қосып санаған кезде 18 столбик с накидом. Міне крючокқа накид ілдім. Одан кейін, міне, 1, 2. Крючокқа накид ілдім. Төмен жағынан жіпті шығарып. Одан кейін 1, 2. Осылайынан на воздушный мен қосып, барлығы 18 столбик с накидом болу керек. Мен барлығы 18 столбик с накидом тоқыдым. Нерде воздушный мен бірге. Енді на қысқаны тартқан кезде міне осылай жиыру керек сіздерінде. Тоқмаларыңыз. Енді осыны бағанағы 3 воздушный бар, соның үшіншісіне, мына жақтағы міне төбе жағындағысына крючокты өткіземіз де жіпті тартып шығып, осылайынан соединительный жасаймыз. Бұл бізде бірінші қатар. Екінші қатарда 3 воздушный петля, 1, 2, 3. Осы 3 воздушныйдан кейін мына жерге үшіншісіне осылай маркер қадап қойсаңыздар болады. Болмаса, жай ары қарай тоқи бересіздер. Енді тағы да осы 3 воздушный петлядан кейін тағы да 6 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Крючокқа накид ілеміз. Келесі міне 1, 2 тастаймыз да 2 петля. Үшінші петляға столбик с накидом тоқимыз. 1, 2. Осындай аркадан біз 6 арка жасауымыз керек. Ары қарай 3 воздушный петля. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Крючокқа накид ілеміз. 1, міне 1, 2 тастаймыз. Үшіншісіне столбик с накидом тоқимыз. Осылайынан аяғына дейін тоқып шығамыз. 6 воздушный, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Крючокқа накид ілеміз. 1, 2 тастап, үшінші петляға столбик с накидом. Қайтадан 1, 2, 3, 4, 5, 6. Крючокқа накид іліп, 1, 2 петляны тастап, үшіншісіне столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Крючокқа накид ілеміз. 1, 2 тастап, үшіншісіне столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Соңғы 6-шы не қалды бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бағанағы мына жерде белгілеп кеттік қой, 3 воздушный. Соның үшіншісі осы маркер тұрған жерге соединительный жасаймыз. Тура маркер тұрған жерге соединительный жасадық. Екінші қатар осымен аяқталды. Бізде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 арка шықты. Ары қарай үшінші қатар 3 воздушный петля, 1, 2, 3. Тура жаңағыдай маркер қадасаңыздар да болады. Егер қадамаймын десеңіздер де өз еркілеріңізмен қадамай тоқи берем ары қарай. Одан кейін 1 воздушный, крючокқа накид ілеміз. Тура осы 3 воздушный шыққан жерге столбик с накидом тоқимыз міне. 1, 2. Осыдан кейін 3 воздушный, 1, 2, 3. Одан кейін крючокқа накид ілеміз. Арканың ішіне, міне тура арканың ішіне столбик с накидом 1. Одан кейін 1 воздушный, қайтадан крючокқа накид іліп, тура осы арканың ішіне
тағы да столбик с накидом біреу. Қайтадан 3 воздушный, 1, 2, 3. Крючокқа накидлеміз. Мына жаңағы столбик с накидом бар ғой, алдың қатарда тоқыған. Тура соның төбесіне 1 столбик с накидом тоқимыз. 1 воздушный. Қайтадан тура сол жерге тағы да 1 столбик с накидом тоқимыз. Ары қарай тағы да 3 воздушный петля. 1, 2, 3. Келесі аркаға тоқимыз. 1 столбик с накидом, воздушный, қайтадан осы арканың ішіне столбик с накидом. Бұл жерде біз прибавка жасап жатырық. Міне арканың ішіне и столбик с накидомның үстіне. Мынандай аркадан бізде барлығы 12 болу керек. Аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. 3 воздушный петля арасына крючокқа накидлеміз. Аркадан кейін міне столбиктің үстіне 1 столбик с накидом, 1 воздушный, қайтадан тура сол жерге столбик с накидом. Мынандай бір галочка тоқып болдыңыз. Енді 3 воздушный, 1, 2, 3. Одан кейін тура осындай арканы мынау арканы ішіне тоқимыз. Галочканы. Столбик с накидом, 1 воздушный, қайтадан столбик с накидом осы жерге. Осылайнан аяғына дейін тоқып шығамыз. Міне үшінші қатардың соңына келдік. 3 воздушный, 1, 2, 3. Сосын мына жерде бағана 3 воздушный көтердік қой, 1, 2, 3. Осының үшіншісіне крючокты өткізіп, соединительный жасаймыз. Бізде үшінші қатар аяқталды. Міне бізде барлығы мынандай аркадан 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді төртінші қатар мынаның ортасына келіп алуымыз керек. Бір былайынан соединительный жасау арқылы, бір соединительный жасап, ортасына галочканың ортасына шықтық. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный, тағы да 1 воздушный крючокқа накидлеміз де тура осының ішіне, міне галочканың ішіне столбик с накидом тоқимыз. Ар қарай нерде 3 воздушный тоқсақ, енді төртінші қатарда 4 воздушный, 1, 2, 3, 4. Қайтадан крючокқа накидлеміз. Мына арканың ішіне, галочканың ішіне, арканы емес, галочканың ішіне столбик с накидом біреу, 1 воздушный, қайтадан тура сол жерге столбик с накидом. Арасы 4 воздушный, 1, 2, 3, 4. Екі галочканың арасында 4 воздушный петля болады. Қайтадан крючокқа накидлеміз. Тура осы галочканың ішіне, тура жаңағындай столбик с накидом, ортасына 1 воздушный, қайтадан осы жерге столбик с накидом. Осылай айналдырып төртінші қатарды тоқып шығамыз. Төртінші қатарда мына жерде міне 4 воздушный петля. 1, 2, 3, 4. Крючокқа накидлеміз. Мына жерге міне галочканың ортасына столбик с накидом, арасына 1 воздушный, қайтадан сол галочкаға столбик с накидом. Осылай айналдырып төртінші қатарды тоқып шығамыз. Міне төртінші қатардың соңына келдік. 4 воздушный тоқып алдым. Мына жерде 3 воздушный көтерді қой басында. Соның үшіншісіне крючокты өткізіп и соединительный жасаймын. Мына жаққа өту үшін осы жерден бастап кетпейміз. Бір петля соединительный жасап аламыз осылайнан 5-ші қатарға өту үшін. Одан кейін барып 3 воздушный, 1, 2, 3. Одан кейін ортасындағы 1 воздушный, қайтадан крючокқа накидлеміздегі осы галочканың ішіне столбик с накидом. Ар қарай ешқандай өзгеріссіз осылай жалғаса береді. Тек қана бізде өзгеріп отыратын 5-ші қатарда 5 воздушный, 6-ші қатарда 6 воздушный, ал мыналар ешқандай өзгеріссіз осылай тоқыла береді. Бұл бізде 5-ші қатар болғандықтан 5 воздушный, 1, 2, 3, 4, 5 крючокқа накидлемін. Одан кейін міне галочканың ішіне столбик с накидом, 1 воздушный, қайтадан соның ішіне столбик с накидом. Ары қарай 5 воздушный, 1, 2, 3, 4, 5. Крючокқа накидлдім. Міне галочканың ішіне столбик с накидом, 1 воздушный, қайтадан тура сол жерге столбик с накидом. Осылай аяғына дейін тоқимыз. Енді осылайнан 10
воздушный 10-ға жеткенге дейін тоқи береміз. Мына жерде қазір 5-ші қатарда 5 тоқыдым, 6-ші қатарда 6 воздушный, 7-ші қатарда 7 воздушный, 8-ші қатарда 8 воздушный, 9-ші қатарда 9 воздушный, 10-ші қатарда 10 воздушный. Осылайынан тоқып келеміз. Жаңа сіздерге айттым, 10-ші қатарға дейін 10 воздушный петля болғанша тоқыңыздар деп. Мен бірақ 9-ші қатардан тоқтатамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, менде мына жерде 9 воздушный петля болды. Мен сантиметрмен өлшеген кезде менде 18 сантиметр шығып тұр. Маған осы жеткілікті. Егер сізге бұл жеткіліксіз болса, тағы да бір қатар тоқсаңыз болады. Немесе бұл да үлкен болса, онда 8-ші қатардан тоқтатсаңыз да болады, 8 воздушный петлямен. Енді ары қарай тура осылай мен где-то бір 10 қатардай ма, енді айтам видеоның соңында. Ешқандай өзгертусіз осылай тоқып шығам 10 қатардай. Мына жағы тура осылай болады. Мына воздушный 9 қалпында қалады. Әр қатар сайын 9 воздушный қылып, мен осылай тоқып шығатын болам. Осындай болып шығып келе жатыр. Әр қарай тура осылайынан жаңағы көрсетіп кеткендей, менде 9-ші қатар 9 воздушный петлядан тоқтасам, мына жерге бірінші ортасына келіп алуымыз керек бір воздушныймен. Одан кейін 1, 2, 3 воздушный, тағы да ортасындағы бір воздушный. Одан кейін крючокқа накиділіп осы ненің ішіне, галочканың ішіне столбик с накидом. Енді менде 10-ші қатар болса да, мен 9 воздушный алам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Крючокқа накиділіп, мына галочканың ішіне столбик с накидом, бір воздушный, столбик с накидом. Осылайынан өзіме керекті ұзындықта тоқып алатын болам. Әр қатарда осылай 9 воздушный, осында 2 галочка болады. Ешқандай өзгеріссіз. Сіз егер 10 воздушный қылам десеңіз, сол 10-ды ары қарай өзгертусіз 10 воздушный қылып, өзіңізге керекті ұзындықта тоқып аласыз. Мен осыншалықты тоқыдым. Бағана 9-ші қатардан кейін 9 воздушный петлямен тағы да 8 қатар тоқып шықтым. Осындай болды. Қазір сантиметрмен өлшеп көрсетемін. Төбесі болса 18 сантиметр. Ұзындығы 18, былайынан жалпақтағы 22 сантиметр. 22-21 сантиметр. Енді өзіңізге қаншалықты ұзындықта керек, соншалықты тоқисыздар. Енді мынандай шетін обвязка жасап шығамыз. Мына жерге келдік қой міне. Бір воздушный петля көтереміз де, мына не тұр ғой? Бір воздушный петля ортасына тоққан еді қой, сол жерге столбик без накида, одан кейін столбиктің үстіне столбик без накида. Одан кейін мына жерде 9 воздушный, бізде осының ішіне 7 воздушный тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одан кейін мына жерде столбик с накидымның үстіне біреу, ортадағы воздушныйға біреу, одан кейін келесі столбик с накидымның үстіне біреу. Одан кейін ары қарай тағы да 9 воздушныйға 7 столбик без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осылай ары қарай жалғастыра береміз. Егер обвязкасын жалпақ болғанын қаласаңыздар, тағы да осыны тоқып болғаннан кейін тағы да 1-2 қатар тоқсаңыздар, жалпақ обвязка болады. Егер пико сондай қалайтын болсаңыздар, мына жерге келесіздер, міне біреу, мына ортасына біреу тоққаннан кейін 3 воздушный, 1, 2, 3, 1, 2, 3 воздушный алып, тура осы жерге қайтадан соединительный жасап, келесіне столбик без накида тоқып кетесіздер. Осы кезде мынандай болып
бүршік болып әр жерде мынандай міне қалатын болды осындай жерлерде. Осылай тоқсаңыздар да болады. Немесе жай ғана осылай тоқып шығып, одан кейін мынандай моншақтар тағып қойсаңыздар болады. Менде қазір тура қолымда болып тұрған жоқ мынандай моншақтар. Егер болса, тағып қойсаңыз әдемі болады. Ары қарай осылай тоқи беремін. Келесі столбикқа, одан кейін 9 воздушныйдың ішіне 7 столбик без накида. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Айналдырып тоқып шықтым. Мына жерге соңғы петляға соединительный жасаймыз бағанағы. Бірінші көтеріп алған петлямыз бар ғой, соединительный жасап, шыбымызды қиямыздағы жіпті жасырып тастаймыз. Крючоктың жіңішке жағымен. Осылай тартып, мына жақты да осы жақтан айналасына кіргізіп, мынаны да жан-жағынан кіргізіп, жасырып тастаймыз жіптерін. Не осындай болып шықты шапкамыз. Өте әдемі, жеңіл, көп жіпте кетпейді. По-моему, мына жіптен 3 шапкадай шығады осындай. Өзіңіздің бас өлшеміңізге қарай, қаншалықты қатар тоқисыз, соған байланысты. Мына жерге бағана айтқандағыдай әдемі салпаншақ моншақтар тағып қойсаңыздар болады. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.